Қазіргі уақытта тренд болып жатқан осындай әдемі жағаны бүгінгі видеода тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп алыңыз. Менің парақшамда бұдан да басқа өте пайдалы видеолар бар. Алдағы уақытта бұдан да көп пайдалы видеолар салатын боламын. Маған дәл қазіргі уақытта қолдауыңыз өте маңызды. Бүгінгі видеода дәл осындай әдемі жағаны бірге тігетін боламыз. Ал PDF форматтағы лекаласын описание бөлімінен ала аласыз. Қыздар, міне қараңыздар, біз қазір мынау рубашка мен жағаға лекаласын шығарып тұрмыз. Мына жерде қазір менде ешқайсында аты жазылмаған, сіздерде жазылып берілетін болады. Мынау жағаға жасауға кәдімгі барқыт матасын алдық. Міне. Осымен де жасап көреміз. Бұл болмаса біз негізі принт матамен жасап көреміз дегенбіз. Көреміз енді не мынау, не принт матамен жасаймыз. Пока осы барқыт алып тұрық. Мынау астарына шелк алдым. Мына жақыннан. И мынандай лазерный шифон. Осындай жылтырағы бар шифон алдым. Органза емес, органза болса пышный болып кетеді қатты. Шифонын аласыздар. Мынаның бетіне бүйтіп түсірген кезде әдемі болады. Әппақ тонын алдым. Айбари бар, бежевый сияқты түстері бар. Енді өздеріңіз қалаған цветін таңдасаңыздар болады. Қара деген сияқты да. Енді мынау осы жиегіне тігілуге арнайы. Қазір кружевамен мода ғой. Соған кружева алдық. Ал осының алдына байланатынға мынандай бау бар екен. Сондай бау алдым. Алдына былай байлап қойғанға өзінің бауы мына жер онша ұнап тұрған жоқ. Соған мынандай не сияқты? Жібек сияқты мындай жылтырап тұратын алдым. Осыны может қосып, сыртын қаптап деген сияқты жасаймын. Көреміз енді соңына қарай. Мынаны егер мен бисермен істейтін болсам, араластырып, сары мен ақты араластырып деген сияқты жасап көреміз. Так, енді лекалаға пішуге кірсек. Қазір рубашка мен жаға мынаның ішіне бірге қосып жібердім. Сіздерге жағасын отдельно болады. Мынау бізде қарадан тігілетін жағаның детальдары. Бұл сіздерде отдельно барады. Біз қазір бірінші тігіп көргелі жатқандықтан қосып бірге лекаланың ішіне шығарып жібердім. Енді осыны құрастыратын боламыз. Бірінші бетте осындай үлгі бар. Екінші бетте мына жерде сіздерде 5-5 деген торгөз тұрады. Соны өлшеп жасайсыздар. Бұрын мен мастер-класс алып жүрген қыздар болса біледі. Білмейтіндеріңіз болса, ол не деген сияқты сұрасаңыздар болады. Мына жағыда 5 см болу керек та, ол торгөздің. Енді мына жерде парақтарды бір-біріне құрастыру үшін мына жердегі сызық бойынша кесіп тастаймыз да, бір-біріне әкеліп үш бұрыштарды сәйкестендіреміз. Және мұндағы сызықтар сәйкес келу қажет. Мына жақта да осы артық линияны кесіп тастап, бұны да бір-біріне әкеліп сәйкестендіреміз. Жалпы солай бірінші қатарда 7 парақ бар, жетеуінде осылай бір-біріне сәйкестендіріп құрап аламыз. Міне бірінші қатарды осылайынан құрап қойдық. Енді екінші қатарды құрайтын боламыз. Мына жақта мына 8, мына жерде жазылып тұр 8, жалпы 21 парақ. Енді бұл жерде мынау жоғарғы жағындағы сызықты кесіп тастап, мына үш бұрыштарды бір-біріне сәйкестендіреміз. Міне мынау секілді етіп. Келесісінде мына аралықты кесіп тастап, екі жақтағы үшбұрыштарды бір-біріне сәйкестендіреміз. Мына жер және мына жерді. Одан кейінгісінде дәл солай осылайынан алып құрастырып кетеміз. Қалған 21 парақтың барлығын осылайынан құрастырып аламыз. Мына қыздар жабыстырып құрап алғаннан кейін осындай үлкен форматта болып шығады. Мынау жаға қарадан тігілетін екеуі. Енді осының барлығын мынандай сыртындағы жиегімен қырқамыз. Қыздар, мына жерде қазір барқыт матасы тұр. Мынау кромкасына бағыттас етіп, тура алдына осылай қойып, жағаны пішіп алғалы жатырмын. Мына жақ бетіне құр қалып кетпесін деп, чуть мынаны жылжыттым да, мына жерге тоже арт жағын істеп алдым. Сол кезде бір неден 50 см болса, содан екі жаға шығаруға болады екен. Жағаның астыңғы жағына осындай қатты мата пайдаланып жатырмыз. Мынау деген лидер деген мата, қаттырақ, соны осыны айналдыра кесеміз, кішкене форма берсін деп. Егер бұндай кәдімгі чұқастар пайдаланатын болсаңыздар, дублирендеп немесе ішіне чұқа фетр салып жіберіңіздер форма ұстау үшін. Қыздар, мына үш бұрышты жағамыз. Қазір мынаның иығын 1 см аралықтан қосып аламыз, және астарынан да тура солай осылай 1 см ара қашықтықтан қосып алатын боламыз. Мына мойын ойынысында, мынау ұзын болып түсетін жағында 2 см ара қашықтықтан кейін мына жерге осындай бауды қалдырып кетіп жатыр ішкі жақ бетіне. Ол қазір бізде арғы бетінде қалу қажет, оң бетінде. Жаңағы ұзын баудың тура ортасынан бөлдік та осып жасап жатырмыз. Мына жерде де екеуінің ара қашықтығы бірдей болу керек.
Мына ұшына ине қыстырып алдық. Мына аралықтардың барлығына мына жақты полностью айналдыра ине қыстырып алып барып тігеміз. Барқыт әйтпесе андай жылжитын мата ғой. Тіккенде тартып отырып тігеміз, сосын әйтпесе жылжиды барқыт. Міне жағаны тігіп алдық. Тіккен кезде былай араларын жақын қойып инемен қыстырмасаңыздар, астыңғы жағы сырғып кетеді мына барқытшы. Егер барқытпен тіксеңіздер, егер барқыттың өзіне барқытты қойсаңыздар да, осылай инемен жақсылап қыстырып аламыз. Сосын мына жерде тігіске жеткізбей, мынау жоғарғы жағын кесіп тастаймыз, мынау бұрышын кесіп тастаймыз. Сосын мына аралықтардың барлығын тігіске 0,1-0,2 мм жеткізбей қырқып шығамыз. Міне тігістің үшін осылай кесіп тастадық. Мына ара қашықтықтарды осылай міне тігіске жеткізбей қырқып шықтық. Мына жақтарын барлығын. Енді мынау арқасының ортасында ғана қалдырдық. Мынаны мына жерге дейін, мына жерге дейін тіктік. Енді мына ортадан оң бетіне аударамыз. Міне мына жерде жағаны оң бетіне аударып үтіктеп алдық. Мынау алдына байланатын жері, мынау ұшы. Менде мына жері жаңа сырғып кетіп, кішкене ілінбей қалыпты. Қазір осыны іліп жібереміз. И нормально. Сосын манекенге кигізгенде чота мен мынаның артын кішірек көрін. Соны сіздерге былай ұзындау қылып еще түсіріп берем артқы жағын. Енді мынау артқы ортада бізде тек мына аралық қалды. Осыны ішінен қолмен көктеп тігіп шығамыз. Осы жерді. Міне қазір мынаның жиегіне осындай кружева тіккелі жатырмын. Кружеваны мына жерге бір 0,2 мм ғана өткізіп бастаймын. Мына басын осылай 4-5 қылып бастап жатырмын. Міне мынандай етіп. Міне қазір мына жерде бір 2 мынандай дөңес тұр ғой. Сол 2 өткеннен кейін немножко осылай айқастырып тігіп жатырмын. Мына осылай шетінен ғана. Майысқан жерін осылай мына инемен ұстап, өйткені қолмен ұстауға келмейді. Инемен ұстап өткізіп жатырмын. Міне дайын болған жағамыз осындай болады. Бұл жағаны осындай вышивкамен сәндеуге болады, немесе бізде осындай принт матасы сатылады. Дайын принт матасын сатып алсаңыз болады. Егер вышивкамен тігетін болсаңыз, ең алдымен вышивкасын тігіп алып, одан кейін барып сәндесеңіз болады. Ал мен видео сабақта бірінші осылай пробный тігіп алып, одан кейін барып вышивкасын жасадым, потому что бұл өзіме мероприятияға тіккен болатынмын. Қараңыздар, мына жерде сыртына осындай вышивка жасадым. Менің вышивкам гүл тәріздес болып былай бейнеленген. Жоғары жағына специально бидайдың узорларын салдым, чтобы өсіп өну үшін деген сияқты мағынада. Екінші бидай ол бізде білесіздер байлықтың символы. Енді қараңыздар, мынаның жиектерін барлығына тек мынаның өзін істесем, нені восьмерка не ғой мынау? Восьмерка узор вышивкадағы, соны жасасам простой болып көрініп қалды да. Простой болып көрініп қалғаннан кейін мен қасына специально мынандай хрустальдарды қосып жасадым. Мынаның шетінде мынандай қосып тастағасын деген сияқты сұрасаңыздар, простой болғаннан кейін мыналар қосылды. Мына бидай осыған сочетать етіп, мына жағына тағы осындай как гүл сияқты қылып әкеліп қостым. Мынаның арасындағы хрустальдар әдемі жарқырап күшті көрінеді. Сол үшін қосылды. Енді мынаның жиегіндегі негізгі контурын көрсету үшін специально осындай вышивканы пайдаландым. Мына жақыннан қарағанда екі жағын осылай бірдей етіп істеп шықтым. Мынаны жасау негізі қиын емес. Өте оңай. Осылай жасасаңыздар болады. Примерно осындай узор сала салдым. Өзім ештеңеге қараған жоқпын. Тоже сіздер де өйстіп ең оңай вариантпен сәндесеңіздер болады. Бұл жағаны бұдан да басқа неше түрлі етіп сәндеуге болады. Ал PDF форматтағы лекаласы қажет болатын болса, описание бөлімінде өтіңіз. Дәл осы лекаланың толық размерді рядын бар болғаны 2000 теңгеге ала аласыз. Егер қажет болатын болса, описание бөліміне өтіп, менеджерге жазыңыз. Қыздар, қараңыздар, қандай әдемі болып тұр, ательеме бір вложение. Оны біздің мынау мен өзіме тіккеніне асығыс бір күнде жасалынған дизайн қазір
неге рилсқа мағынасын не үшін жасадым деген сияқты салатын боламын. Ал мынау клиентке жіберіп жатқанымыз, міне астын қараңыздар, барлығы технология бойынша өте аккуратны. Қаншама заказдар жіберіп жатырмыз, әлі де тапсырыстарымыз бар. Осы айдың соңына дейін орын толық. Міне мұнда осы орын сызып дайындап қойдық. Бүгін енді тігіледі бисерлермен.